Таразда жыл кітапханашысын анықтау мақсатында жыл маманы 2026 байқауы өтті. Облыстық додаға өңірден 35 жасқа дейінгі 8 кітапханашы қатысып, өздерінің кәсіби шеберлігі мен шығармашылық қабілеттерін 3 кезең бойынша сынға салды. Іс-шара барысында қатысушылар кітапхана саласындағы тың бастамаларын ұсынып, бірнеше кезең бойынша шығармашылық қабілеттерін көрсетті. Байқау аясында олар заманауи кітапхана қызметін дамытудағы тәжірибелерімен бөлісіп, мәдени ағартушылық жобалар мен цифрлық технологияларды енгізудегі жетістіктерін таныстырды. Бүгінгі өткізіліп жатқан жыл маманы 2026 байқауы ауыл кітапханашылар арасында үздіктерді өздерінің арасында іс-тәжірибе алмасу мақсатында өткізіліп жатыр. Биыл бізде 8-ші рет дәстүрлі түрде өткізіліп жатыр, жылына 2 рет өткізіледі. Байқау аясында мен 21-ші ғасыр кітапханашысымын атты кәсіби таныстырылым, кітап пен цифрлы саяхат, виртуалды кітап көрмесі және ұлттық құндылықтарды дәріптеген сән көрсетілімі ұйымдастырылды. Қатысушылар өнері мен кәсіби даярлығына сала мамандарынан құралған қазылар алқасы баға берді. Мен өзім негізінде таныстыру портфолиомды дайындап, одан кейін таныстыруға ән ретінде өзім ойдан шығарып, жалпы кітапхананың шу өңірінің батырларын қосып әнге ән қылып поэзия ретінде алып келдім. Және де бізде виртуалды көрме бар. Виртуалды көрмеге мен өзімнің жобамды алып келдім. Шара соңында үздік нәтиже көрсеткен қатысушылар арнайы дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жыл маманы 2026 байқауы кітапхана саласындағы жас мамандардың тәжірибе алмасуына жол ашып, олардың шығармашылық әлеуетін дамытудағы және кәсіби беделін арттыруға мүмкіндік берді. Бекзат Әшірбай, Назерке Бергенғали, Айдос Құстаубек, Қордай 24 News.